Тағдыр жазуы 5-ші бөлімге шолу. Қадыр Кереммен танысу үшін сол барып жүрген спорт залға барады. Әдейі оның жанына келіп көмек сұрайды, сөйтіп сонымен танысып кетеді, өзін Айханмын деп таныстырады. Керемнің ізінен бассейнге келеді, сөйтіп оған жарысайық дейді, кім қалып кетсе сол обед алып береді дейді. Қадыр жүзуден әдейі ұтылып қалады, сөйтіп Керемге мен ұтылып қалдым, енді саған бір тамақ қарызбын дейді. Мақсұт келіп Еминеге біздің пакеттеріміз ауысып кетіпті дейді. Қимет бөлмесіне бір конверт іздестіріп жүреді. Онда Дефненің ешқашан ана бола алмайды деген сараптамасы еді. Оны қай жерге қойғанын білмейді. Күйеуі келіп не іздестіріп жатырсың дегенде өзімнің қан талдауым деп өтірік айтады. Қимет бөлмеден шығып кетеді, ал Зия тумбочканың астынан бір конверт тауып алады. Әйеліне беру үшін бара жатқанда алдынан Дефне шығып қалады. Сөйтіп қызы мынаны Қиметке бере салшы дейді. Ал Дефнеге жұмыстан хабарласып, ол конвертті жұмысына алып кетеді. Мақсұт әдейі үйіңіз үлкен екен дейді. Эмине бұл менің үйім емес, мен бір мүгедек кісіге қараймын, осы жерде күтуші болып жұмыс істеймін, ал оның қызы менің құрбым дейді. Қадыр айтады, мен ешкімге қарыз болғым келмейді, сондықтан да сізді бүгін түскі асқа шақырайын. Стамбулды білмегендіктен сізді қайда апарарымды білмеймін дейді. Керем, мен білемін, ресторанның мекен-жайын сізге жіберемін дейді. Ал Айхан болса мені аға деп ата дейді. Мақсұт үстіне әдейі шәй төгіп алған болады. Сөйтіп Емине оның костюмын жуып берейін деп алып қалады. Ал Мақсұт, менің тез кетуім керек, бір жұмысқа сөйлесуге бара жатырмын дейді. Кейін костюмді алып кетуге келемін деп кетіп қалады. Қахраман мен Дефне қыдыруға шыққан кезде өздерімен бірге Элифті де алады. Оны Мақсұттың жанындағы туысқаны Қахраман мен Элифтің кемеге отырған жерлерін суретке түсіріп Мақсұтқа жібереді. Мақсұт суреттегі Қахраман мен Элифті көріп дұрыс түсінбей қалады. Екеуі бірге қыдырып жүр деп ойлап қалады. Элифтің бала кезіндегі арманы орындалған сияқты, ол теңізде кемемен жүзу еді. Алдын Дефне Элифке ұрсып тастаған еді, сондықтан Дефне одан кешірім сұрайды. Дефнеге жұмыстан хабарласып тез келуін айтады. Үйден енесі хабарласады. Менің конвертім сенде кетіп қалыпты. Қазір қайдасың? Мен жүргізушіні жіберіп алдырайын деп едім дейді. Дефне мен жұмыста емеспіз, біз бәріміз қыдырып жүрміз деп айтады. Мақсұт Стамбулдағы бір бай танысына хабарласады. Менің түрмеде бір кісімен кездесуім керек, сенің таныстарың көп, бізге кездестіру ұйымдастырып берші дейді. Элифке бүгінгі теңізге серуендеген қатты ұнайды. Ол теңіздің әдемілігіне тамсанып тұрған кезде Қахраман Элифтен көзін алмай қарап отырады. Қахраман Элиф туралы ойлап отырады. Оның ішіндегі туындаған сезім өзгеше еді. Керем Айханмен кездесуге өзінің ағасы Якупты да ертіп келеді. Якуп Қадырды көріп таңғалып қалады. Якуп пен Қадыр Керемнің алдында ешнәрсе білдіртпейді. Екеуі танымайтын адам сияқты жаңадан танысады. Қадыр өзін Стамбулға 20 жылдан кейін келгенін, ешнәрсе білмейтінін және Керім оған бесаған қаланы көрсетемін дейді. Якуп кетіп бара жатып, сенің не ойлағаның бар, Керемнен аулақ жүр дейді. Тамақтан соң Якуп Керемге сен кете бер, мен өзім барамын дейді. Келіп Қадырға сенің не ойлағаның бар, Керемнен аулақ жүр деп оған ескерту айтып кетеді. 20 жылдан бері өзінің күйеуін өлдіге санап келген Мерием бүгінде қайғырып отыр, өйткені күйеуінің жамбасы жерге түйген күн еді бүгін. Қимет қызына қарап, күйеуін әлі ұмытпапты дейді. Күйеуінің шынайы жүзін біліп, оның қандай адам екенін білгенде бұнша қайғырмас еді дейді. Қимет пен Зия күйеу балдарына ақша беріп бұл елден кетірген, ал қызы мен немересіне әкелерің өлді деп өтірік айтқан екен. Теңіз жағалауында серуендеп жүрген кезде Дефнеге жұмыстан хабарласып, оны шақыртып алады. Дефне жұмысқа кетуге мәжбүр болады. Керем хабарласады Дефнеге. Дефне, кел, мына жерде Қахраман мен Элиф бар дейді. Дефненің ойы Қахраман мен Элифті жалғыз қалдырмау, сөйтіп Керемді жанына шақыртады. Мақсұт түрмеге Элифтің анасымен кездесуге келіп, Элифті жамандайды. Қызың жүргіш болып кеткен, ал сен мұнда отырып ешнәрсені білмейсің дейді. Саған Юру хандарының үйінде жұмыс істеймін деп өтірік айтады. Негізінде олардың балдарымен жүріп жүр дейді. Сөйтіп анасына суретті көрсетеді. Ол жерде Қахраман мен Элиф кемеге мініп бара жатқан суреті еді. Элифтің анасы суретті көріп, оған сеніп қалады. Сөйтіп әлгі жерде айқайлап, менің қызым ондай емес деп жынданып кете жаздайды. Шукан ата енесінен жасырып үйге көріпкел әйелді шақырады. Әлгі әйел картаны ашып, үйлеріңізде бір жүкті қыз бар екен, ол өзі жас дейді. Шукран, дұрыс, келінім Дефне 2 қабат деген кезде жоқ, ол бұл үйдің тұрғыны емес дейді.
Қаһраман Элифті балық жеуге әкеледі. Қаһраманға Элифтің айтқан әңгімелері қатты ұнайтын еді. Ол оның жанында өзін бақытты сезінетін еді. Керем келген кезде қаһраманның түрі өзгеріп кетеді. Өйткені қаһраман Керемнен Элифті қызғанады. Тамақтанып болып бәрі кетіп бара жатқан кезде Керем танысын кездестіріп қалып, сол жерде сөйлесіп қалып қояды. Қаһраман Керемді күтпей Элифті көлігіне отырғызып, әлгі жерден кетіп қалады. Керем шықса, олар кетіп қалған екен. Керем үйге келіп, Элифке өзінің сезімін білдіреді. Сені бір көргеннен ғашық болып қалдым деп Элифтің орамалын ұсынады. Элиф орамалын алып алады. Элифке раушан гүлін беріп, өз сезімін білдіреді. Ал Элиф раушан гүлді бассейнге лақтырып, сені жақсы көрмеймін деп кетіп қалады. Элиф асханаға келіп, су беріңіздерші деп су ісіп жатқан кезде тамақтың иісінен құсқысы келіп, ол жерден кетіп қалады. Ал ондағылар болса, мына қыз немене екі қабат па деп күмәнданып қалады. Якуб қаһраманды жамандайды. Компанияға ас келетін болды. Жұмысына салғырт қарайды. Бұлай жалғаса беретін болса, компанияны шығынға батырады дейді. Зия қаһраманға сенетінін, ол компанияны жақсы басқарып жүргенін айтады. Якуб айтады, компанияда түкке тұрғысыз жұмыстармен айналысамын. Мені жеткізу бөлімінің басшысы етіп тағайында дейді. Кезінде сол компанияның басшысы сен болатынсың, бірақ сенің іс-әрекеттеріңнің нәтижесінде компания құрдымға кете жаздады дейді. Якуб, мен өзгердім, енді ондай қателіктерді жасамаймын дейді. Сенің ластірліктеріңмен айналысудан шаршадым. Не мені компанияның басшысы ретінде тағайындайсың, немесе сенің құпияларыңды барлығына жария етемін дейді. Зия амалсыздан келіседі. Зия компанияға келіп қаһраманға, сенің жұмысың тым көп, жартысын Якубқа береміз, яғни логистика бөлімінің бастығы ретінде тағайындаймын дейді. Компанияда акционерлер арасында жиналыс өткереді. Сөйтіп Якубты логистика бөлімінің басшысы ретінде тағайындайды. Мақсұт түрмеге барып кеткеннен кейін Элифтің анасында нервный срыв болады. Яғни қызым жүргіш болып кетті екен деп ол ауруханаға түсіп қалады. Элиф анасының халін сұрауға келген кезде анасы оны ұрсып қуып жібереді. Элифке сен жүргішсің, маған ондай қыз керек емес, кет дейді. Ал Элиф ешнәрсе түсінер емес. Анашым, мен ондай емеспін, сізге бәрін түсіндірейінші дегенімен анасы тыңдамайды. Сөйтіп Элифті қуып жібереді. Элиф не болғанын түсінбей жылап тұрады. Бір кезде есінен танып қалады. Қаһраман жүгіріп келіп оған көмектеседі. Ал Химет ханым болса, Дефненің жұмысынан әлгі конвертті алдырады. Зия мырза көріп қалып, әлгі конвертте сонша не бар, әкел ашып оқиын дейді. Бірақ очкиін тастап кеткен екен Дефнеге, сен ашып қарашы дейді. Дефне конвертті ашып енді оқиын деп жатқан кезде Химет оны қолынан жұлып алып кетеді. Химет бөлмесіне барып әлгі конвертті жыртып тастайды. Дефне соңынан келіп, бұл конвертте не бар, жаңа ашып жатқанымда өзімнің есімімді оқып қалдым дейді. Химет айтады, сен жаңылысқан шығарсың, бұл менің қан анализдерім, бұл жерде одан басқа еш нәрсе жоқ дейді. Әлгі конверттен өзінің есімін анық оқыған Дефне бір нәрседен күдіктеніп қалады. Элиф есін жияды. Баланың жағдайын тексеру үшін УЗИге түсіріп жатқан кезде қаһраман сырттан қарап тұрады. Осынша жасқа келіп, әлі балалы болып көрмеген қаһраман УЗИге түсіріп жатқан Элифке қарап тұрады. УЗИдегі баланы көрсеткен кезде қаһраман жылап жібереді.